Өкінішке орай, біреу жүрек талмасына ұшыраса, ең дұрысы алдын алу, яғни оған жеткізбеу. Бірақ егер сізде жүрек талмасы болған болса, ең жақын ауруханаға барып, ЭКГ мен эхокардиография жасатыңыз. Егер ем алғашқы 1 сағатта жасалса, жүрекке келетін зақым толықтай алдын алуға болады. Себебі қан айналымы тоқтағаннан кейін, жүрек ұзақ уақыт ишемияда болса, жүректің бұлшық еті миокард зақымдана бастайды. Егер алғашқы 1 сағат ішінде жақын жердегі дәрігерге немесе ауруханаға барып, қан тамырын кез келген тәсілмен, дәрі-дәрмек арқылы немесе алғашқы ПЦ жасау арқылы ашсаңыз, жүрек бұлшық еттерін сақтап қалуға болады. Сондықтан бұл алғашқы 1 сағатты біз алтын сағат деп атаймыз. Егер сіз алғашқы 1 сағатта барсаңыз, жүрекке келетін зақымның көп бөлігі алдын алынады. Ал егер сіз бұл газ деп ойлап, өзіңізді елемей, уақытында ауруханаға бармасаңыз, кешіккен сайын жүрекке келетін зақым арта береді. Егер сіз 6-12 сағаттан кейін барсаңыз, не істесеңіз де, жүрек миокарды зақымданып, бұрынғы қалпына келмейді. Сондықтан әрдайым алғашқы көмек кезінде, мысалы аспирин, клопидогрел немесе қазіргі кезде тикогрелол сияқты дәрілерді статинмен бірге қабылдау керек екенін білуіміз қажет. Жақын жерге барыңыз, ал егер сізде алғашқы ПЦ жасайтын, мысалы Аполло сияқты орын болса, біз бірден катетерді енгізіп, трампты алып тастаймыз. Қан тамырының ағынын қалпына келтіріп, жүрекке зақым келуінің алдын аламыз. Егер ондай мүмкіндік болмаса, тинектиплаза деген тағы бір дәрі бар. Оны кез келген шағын клиникада да қауіпсіз түрде көк тамыр арқылы емуге болады. Бұл дәрі жүрек тамырларын 80 жағдайда аша алады және жүрекке зақым келуінің алдын алуға көмектеседі. Сондықтан осы алтын сағат ұғымын есте сақтаңыз. Және кеуде тұсыңыз ауырса, тым кешіктірмеңіз. Ең жақын ауруханаға барып, 1 сағаттың ішінде ем қабылдауға тырысыңыз. Сонда жүрекке ұзақ мерзімді зақым келуінің алдын аласыз. Егер осыны ұстансаңыз, жүрек инфарктісінен кейін де жүрегіңіз зақымданбаса, қалыпты өмір сүре аласыз. Сондықтан алтын сағат туралы бұл ақпарат өте маңызды.